Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін кішкене қазақтың тарихына байланысты әңгіме құрамыз. Қазақтың руларының қатарына кіретін Қаңлы деген ру бар. Ұлы жүздің қатарында қазіргі уақытта. Сол Қаңлы руы кезінде мемлекет болған. Қытайдың қолжазбаларында біздің заманымызға дейін 2-ші ғасырда Кандзюй деген атаумен осы Қаңлы мемлекеті қолжазбаларда кездеседі. Қазіргі уақытта Түркия мемлекеті Ертоғрул деген телесериал шығарған болатын, телехикая. Сол телехикаяға қарасаңыздар, племе Каи деп, орысша айтады ғой, Қайы деген тайпа бар деп. Сол Қайы деген тайпа Қаңлы руының қатарына кіреді. Қазбекбек Таласарұлының Түп-тұқияннан өзіме шейін кітабында осы Қаңлының Қайы тайпасы туралы, Түркияға қарай ауғаны туралы жазылған. Сол мағлұматтарды сіздерге оқып берейін. Шам мен Анкир деген түрк қаласының арасына біз тынымсыз жүріп 2 айда жаяу жеттік. Қонатын жерге қонып, көретінімізді көріп, аспай-саспай қозғалдық. Түрік туғандардың жері де таулы екен. Біздің жүрген кезіміз жеміс піскен тоқ кез еді. Жеміс дегеніңнің мұнда қисусан түрі бар. Не керек десең, соның бәрі табылады. Бірақ біздің түріктерге қарағанда бұларда нан аз секілді. Ішетін тамақтары да қызық. Өрікті езіп, соны кептіріңкіреп, қазанға қарып нан жасайды. Анкир қаласы шөбек, Анкир деген 2 өзеннің қосылған жерінде. Осы бір жерде айта кететін нәрсе, қай елге барсақ та, үлкен шаһарлары су үстінде яки үлкен өзендер бойынан салынған. Тіпті біздің Тараз қаласы да солай ғой. Су байлықтың көзі. Менің оны байқағаным, Еуропаға жақындаған сайын, оның батысында су көп. Бірақ біз секілді арық қазып, тоған шауып, тоған байлап жатқан елді өте сирек көресің. Құдай тағала бұл фазылын аямаған екен. Шаһарды Мидос деген патша салғызған деп бізге қожамыз Зейбек әпенді айтып берді. Кейін біле келсек, көп түріктер өздерінің түбі біздің даламыздан екенін біледі екен. Хижраның 600-ші жылдары шамасында Қаңлының Қайы тайпасының Есенбұға биі 50 мың үйді көшіріп, Қара теңіздің түстігіне кетті. Кейін Есенбұға тұқымы ел басқарды. Міне қазіргі түрік ел ішінде сол 50 мың үйдің ұрпағы да бар болар. Тіпті зердесі барларының мұны көп-ақ жадында сақтаған. Анкарадағы орталық әуежай Есенбұға аталады. Қазбекбек айтып отырған би сол кісі болуы әбден мүмкін, деп баспагер жазған екен. Жалпы мына Түркияға барып жатқан қазақ бауырларымыз айтып жатады. Көп түріктер Қазақстанды өзінің ата мекені, ата жеріміз деп атайды деп. Соған қарағанда жаңағы Қаңлының Қайы тайпасының ұрпақтары өзінің осы біздің қазақ даласына шыққанын біледі деп жазып жатыр. Жаңағы ақыр аяғында Қазбекбектің жазатын жері бар, түріктерден де көңілім қалды деп. Жалпы кітапты бастаған кезде Қазбекбек жазады, мен өз жұртымнан асқан ел бар деп танымаймын деп жазады да. Осы жерде мына түріктерден көңілі қалған жайлы жазады. Түріктерден де көңіліміз қалды. Бұлар да парсылар, арабтар сияқты өз туысқандарын өздері алады екен. Бұл бізді қатты таңдандырды. Мұсылман болу бір басқа да, түрік тұқымы болуы тіпті бөлек. Сөйте тұра мұндай бей туыстық жасайды. Бұл біздің көңілімізді қалдырды. Түрік бола тұрып, осындай құтсыздыққа бару бізді қатты шиткітті. Тағы бір ұнаспайтын жай, түрік бола тұрып, ағайынды адамдардың дүниеге таласы. Олар болар болмас нәрсе үшін өз туысқанымен көріспей кетуге бар. Ал кең далада жүріп, біз ғұмырдың ащы дәмін білмегенбіз бе, әлде дүниені, дүниелікті, мағишатты бағаламаймыз ба? Әйтеуір түріктердің ерекше дүние қоңыздығы бізді қатты қобалжытты дейді. Кезінде қазақтар жаңағы дүние қоңыздықпен айналыспаған.
ағайын туыс бауырлардың арасында дүние үшін кикілжіңдер болмаған ғой қазақтың арасында. Қазіргі заманға байланысты ағайын туыс бауырлар бір-бірімен дүние мүлік үшін соттасып жатқанын жиі көреміз. Сол кезде 18 ғасырда Қазбек Бек Тауасарұлы түріктердің таңғалдырғаны жайлы жазған екен.